Assalamualaikum құрметті достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге BAMX YouTube арнасы. Бүгінгі видеода BAMX мотосалонында қысқы науқанның басталған туралы хабарлаймыз. Жігіттер, және де осы видеода біз сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни, мотоциклдің бағасы қай уақытта күрт төмендейді, және де мотоциклді қай уақытта алған дұрыс, және де мотоциклдің бағасы қай уақыттан бастап күрт көтеріліп кететін болады. Яғни, дәл қазіргі уақыттарда мотоциклді алған дұрыс па, соған жауап беретін боламыз. Оған дейін Ерназар бауырым дәл осы мотоциклдер туралы информациясын бере кетсін. Алдарыңызда тұрған BAMX-тің X11 моделі 250 кубты штанги мотор, балансировщик валымен, алдыңғы дөңгелек 21, арты 18 размердегі күзгі науқан бойынша BAMX мотосалонынан алатын болсаңыз, өзімен бірге бір емес 12 сыйлық беріп жатырмыз қазіргі таңда. Байқасаңыздар, Дизе қап ауылдық жерде, қазіргі таңда суық болып жатқан жерлерде, Дизе қап қазір денсаулығыңызға өте көмектеседі. Аяғыңыздан суық өтпеуге міне начосымен, парымен жүреді. Оң аяққа және сол аяққа осылай киіп аласыз да, мотоцикл айдасаңыз да, атқа мініп атпен шапсаңыз да, өте аяғыңызды жылы ұстап жүреді. Және де келесі мотоциклге плюс телефон держатель, осы жерге орнатып аласыз да, телефоныңызды қойып жүре бересіздер. Және осындай балаклава дейді, касканың ішінен маска қойып киіп алатын. Оны киіп алып жүре бересіздер. Және мотоциклға қосып свеча береміз. Және осындай қыстық қолғақ, қалың қолғақ. Қазір ішін ашып көрсетіп жіберейін. Міне қолғаптың қалыңдығы начосымен қолға ыңғайлы тұрады. Өзіңіздің размеріңізге байланысты мына жерден тартып қысқартып алсаңыздар болады. Мотоцикл айдағанда да, кілт бұрағанда, кнопкаларын басқанға да удобно. Және де келесі сыйлығымыз осындай мотордың майын береміз. Бір рет ауыстырғанға GSX деген 4-тактный 1 литр май болады. Және ең қызығы осындай мотоциклға берілетін қоржынымыз бар. Екі қалтасы болады, екі жағында. Сыйымдылығы 10 литрдан шамамен мына жерге көп деген заттарыңыз сияды. Міне аңшылыққа шықсаңыз да, зат тасысаңыз да, осылайдан екі жағына үстіп басып алып, мотоциклдің арт жағына байлап қойып жүре бересіздер. Арнайы тесігі бар, осы тесіктен жіп арқылы байлап қоясыздар. Осындай күзгі науқанмен сыйлықтарымыз жүріп жатыр. Және де келесі модельдерімізге де қысқаша ақпарат бере кетейін. Мына жерде тұрған 250 кубты классик моделіміз, яғни X88 моделі. Бұның бойы классик моделіне жатқандықтан эндуродан сәл төмен болады. Бойы қысқа жігіттерге өте ыңғайлы. Қазір ортаңғы қос аяқта тұр. Және мына бір аяққа тұрғызсаңыздар, оның бойы одан да кішірейеді. Тұрған кезде аяғыңыз жерге тиіп тұрады. Және бұның мынандай қалтасы бар алдында. Оған дополнительно қоржын береміз. Қоржынды қыстырып тұратын осындай жайылмалы қоржын қойғыш, аяқ қойғыш десек те болады. Зат салсаңыз да осындай ыңғайлы модельдеріміз бар. Және классик моделіне ұқсайтын қайқы бел дейді, арқасында сидушкасы бар. X99 моделімізде бар, қолымызда наличие. Бұның отличать ететіні X88 моделінен осындай арқасында сидушкасы бар. Және тоже қоржын салып аласыздар, жиналмалы осындай заты бар, қалтасы бар. Бұның түрі қалада жүретін чоппер десек те болады. Байкерскийге ұқсайды. Алдыңғы дополнительно фарларын қарасаңыздар да өте керемет. Және біздің аты шулы қызыл айғыр десек те болады. X77 моделіміз қолымызда наличие бар. Бұл 250 кубты цепной мотор, без балансировочный вал дейді ғой. Таза мотордың күші ғой. Бұны любительдер өздері біледі. Және бұның салмағы басқа эндуролардан қарағанда жеңіл болады. Көп жері пластмастан жасалған, пластмасы гелевый пластмас. Міне майысқақ, көп жерде сынбайды. Және ана X11 моделіне байқасаңыздар, арт жағында, жан жағында темір, қорғаныш темірлері бар. Бұл да пластмастан жасалған, көбінесе орындығы да жіңішке, тауға, тасқа секіріп, ойлы қырлы жерлермен жүрсеңізде өте ыңғайлы мотоцикл. Читок приборын кішірейтіріп, көп нәрсесі экономдалып, салмағы жеңіл болып жасалынған мотоцикл. Жігіттер, сосын дәл осы жерде айта кететін жағдай, алдында X22 300 кубты моделіне гусеницамызды орнатқан болатынбыз. Сол кезде көптеген комментарийлар кетті. Бойы үлкен, күші жетпейді, тағы да сол сияқты сұрақтар болды. Сол сіздер үшін 250 кубты X77 моделіне гусеницамызды барынша бойын төмендетіп орнаттық. Міне мына жерде байқасаңыздар, менің бойым 1.80, бойы өте төмен. Неғұрлым төмендетіп гусеницамызды орнаттық. Міне мына жерде алдыңғы видеомызда болған X22 моделіміз осы болатын, бойы үлкен болатын, және
қазір 277 моделіне орнаттық. Енді бұйыртса біз Алматы қаласындамыз. Алматы қаласында қар жауғанын күтіп жүрміз. Қар жауса міндетті түрде осы 277 және 222, 211 модельдермен сіздер үшін қарда жүріп көрсететін боламыз. Гусеница туралы тағы да видео түсіретін боламыз. Енді осы жерге келетін болсақ, біздің Bamix мотосалонымызда қыстық науқанымыз жалғасады. Алам деген кісілер болса, бізге жаза беріңіздер. Және де бекер қарап отырмай, видеоға лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Иә жігіттер, бағана видеоның бастапқысында айтқандағыдай мотоциклдің бағасы қай уақытта күрт көтеріледі, қай уақытта күрт төмендейді, және де қай уақытта алған дұрыс. Сол туралы сұрақтарға жауап берейік. Әрине Ерназар бауырым толыққанды уже мотоциклдерге қандай акциялар жүріп жатқан, қандай подаркалар жүріп жатқан ескертті деген үміттемін. Енді нақтырақ тоқталсақ жігіттер, мотоциклдің бағалары қай уақытта күрт төмендейді, және де қай уақытта алған дұрыс. Мен 4-5 жылдық опытымды бере кетейін. Қазақстан нарығына мен мотоцикл саласына 2019 жылы келдім. 2019 жылдан бері батыс Қазақстандарда және де оңтүстік Қазақстандарда мотоцикл сатумен айналысқан болатынмын. Сол уақыттан түйгенім мен жігіттер, мотоциклді уже қыстық скидкалар деп елдер 9 айдың 10 күнінен басталып 12 айға дейін жалғастыратын болды. Яғни қыстық скидкалар басталды деген официальный видеоларды көптеп көретін боласыздар. Ол жерде жігіттер неге ұта аласыздар? Дәл осы уақыттарда мотоциклді алған дұрыс. Өйткені жазда, көктемде мотоциклдің бағасы қымбатырақ сатылса, дәл осы уақыттарда 50-60 мың, тіпті 100 мың теңгелік скидкалар жасап жататын болады. Және де қастарына әрине түрде подаркілерін қосып жатады. Дәл осы уақыт сіздерге, халыққа өте тиімді уақыт жігіттер. Және де одан кейін күтетін клиенттеріміз болады. Әлі де баға түсіреді, оны күтсек те болады деген ойларды бар клиенттерге де айтарым бар жігіттер. Өйткені жаңа жыл басталып, жаңа жылдан кейін бірінші айдың бірі күні уже мотоцикл саласындағы кісілерде шыны керек, енді оларда адам ғой, адам болғандықтан жаз бойы, күз бойы, көктем бойы жұмыс жасағанымен қыстың күні оларда официальный түрде демалысқа кететін болады. Көптеген компаниялар, әрине олар бір ай, бір жарым ай көлемінде уже ауылға, болмаса шетелге, болмаса өздері үйлерінде демалатын болады. Сол уақыттар бірінші айдың бірі күнінен бастап бірінші айдың 15-іне жалғасады. Яғни ол уақыттарда мотоцикл нарығында бүткіл мотоциклдерін жинап, складтарына тығып қойып, көктемге дейін сақтап сіздерді күтетін болады. Енді жігіттер, айтайын дегенім, мотоциклдің бағасы қай уақытта көтеріледі? Дәл осы уақыт бірінші айдың 15-нен басталып, уже ары-қаратай автоматически баға көтерілу басталады. Неге? Неге деген сұраққа былай жауап берейік жігіттер. Қазақстанның климатына байланысты, яғни шығыс Қазақстаннан бөлек оңтүстік Қазақстан, солтүстік Қазақстаннан бөлек оңтүстік Қазақстан және батыс Қазақстан облыстарында жаз, яғни көктем ерте келеді. Екінші айдың 15-нен басталып уже баға көтерілген өздеріңіздер алып жүрген клиенттер осы уақытқа дейін өздері де біледі деген ойдамын. Осы көктем уақыттарында, яғни 3-ші айды уже март қой, 2-ші айдың 15-нен бастап 3-ші айды мартта уже елдер қырдағы малдарын жинайды, болмаса малды өріске айдайды деген уже өзінің мал шаруашылығының кезекте жұмыстары басталып келеді. Сол уақытта осы мотоцикл көмекке келетін болады, и сол уақытта уже бағада официальды түрде көтеріліп кетеді. Енді айтайын деген жігіттер, мотоциклді дәл қазіргі уақытта, яғни 31 декабрьға дейін максималды түрде алып қалған дұрыс. Жаңа жылдан кейін демалыс басталады, демалыстан кейін көктемге уже баға көтерілу басталып кетеді болады жігіттер. Мен енді барынша өзімнің жинаған информациямды сіздерге бөлісіп жатырмын. Мен сияқты айтатын кісілер де бар, айтпайтын кісілер де бар. Мен бұл жерде жігіттер өзімнің мотоциклімді тықпалау деген проблема болып жатқан жоқ. Алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар да мотоцикл нарығы қайда барып жатыр, менің өзімнің түйгенім бойынша информацияны халыққа жайып барынша көрсетудемін жігіттер. Енді айтайын дегенім осы жігіттер, келесі видеода біз басқада информацияларды толықтай түсіретін боламыз. Міне құрметті достар, видеомызда соңына жетіп қалды. Енді Құдай қаласа бұдан да бөлек гусеницамен де және де басқа да контент видеолар шығаратын боламыз. Егер де сіздерге қай жеріміз дұрыс емес, тағы да қандай видео түсірейік, сондай сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Каналға тіркеліп, достарыңызға тарата отырыңыз. Иә, дәл осылай жігіттер. Алдағы видеоларда біз гусеницаларға арнайтын боламыз. Яғни алдағы уақытта біз осыдан бұрын видео түсірген болатынбыз. Ол кезде қар өте қалың болмағандықтан максималды түрде гусеницамызды сынап көрмедік. Осы жолы қарды күтудеміз. Қазақстан бойынша менің ойымша әлі қар түскен жоқ. Қар түскеннен кейін қалың қарға, омбыларға салып тұрып, жазықта сіздерге максимальный скоростьпен айдап көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар жігіттер. YouTube каналды достарыңызға таратып, лайктарыңызды басып, поделиться жасап отырыңыздар. Bamix мотосалонында қысқы науқан жалғасады.
ютуберсің ғой мен бауырым. Алтынбек